Саламатсыздар ма? Сіздермен бірге заңгер Тоғжан. Ескертусіз оқ ату баяндамасын оқуды жалғастырамыз. Ұстау және қамауға алу бөлімі. Қылмыс жасады деген күдікке байланысты қамауға алынған адамның құқықтары туралы айтқанда, біз бостандық пен адамның жеке басына қол сұғылмаушылық үшін кез келген кемсітушіліксіз әркімнің құқығы туралы, сондай-ақ ұстау барысында және тергеудің барлық кезеңдерінде азаптаудан және басқа да ар-намысты қорлайтын, қатыгез, адамгершілікке жатпайтын қарым-қатынастан босату құқығы туралы сөз болады. Негізсіз ұстаудан қорғау кепілдіктеріне, ұстаудың себептері туралы, тағылған айып туралы хабардар болу құқығы, сондай-ақ міндетті түрде ұсталған адамға түсінікті тілде болу құқығы, оның құқықтары туралы хабардар болу құқығы және ол осы құқықтарды қалай жүзеге асыра алатыны, өз таңдауы бойынша адвокатқа қол жеткізу және 48 сағат ішінде судьяға жеткізу және тағы басқалары жатады. Қаңтар 2022 қаңтар қасіреті кезінде жүздеген адамдар негізсіз ұсталып, қамауға алынды. 600 іс құжатталған. Онда азаматтар өздерінің бір қатар іргелік құқықтары мен бостандықтарының, соның ішінде бостандық пен жеке басына қол сұғылмаушылық, азаптаудан босану және әділ сот процесіне қатысты өрескел бұзушылықтарға тап болды. Құжаттау барысында Қазақстан Республикасының халықаралық міндеттемелері мен ұлттық заңнаманың ережелерін негізге ала отырып, ұстау, жеткізу, ұстау хаттамасын жасау, заңдық және медициналық көмек көрсету, бұлтартпау шарасын таңдау, қамауда ұстау, сотқа дейінгі тергеп тексеру және азаптаулардан және басқа да қатыгез адамгершілікке жатпайтын немесе ар-намысты қорлайтын жүгіну түрлерінен қорғау кезінде адамдардың құқықтарына тән бұзушылықтары анықталды. Ұстау және күзетпен ұстау түріндегі бұлтартпау шарасын таңдау Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің мынадай баптары бойынша жүзеге асырылды. 181 бап қарулы бүлік, 188 бап ұрлық, 191 бап тонау, 255 бап лаңкестік актісі, 269 бап ғимараттарға, құрылыстарға, қатынас және байланыс құралдарына шабуыл жасау немесе оларды басып алу, 272 бап жаппай тәртіпсіздіктер, 274 бап біле тұра жалған ақпарат тарату, 287 бап қаруды, оқ-дәрілерді, жарылғыш заттар мен жарылғыш құрылғыларды заңсыз сатып алу, беру, өткізу, сақтау, тасымалдау немесе алып жүру. 291 бап қаруды, оқ-дәрілерді, жарылғыш заттар мен жарылғыш құрылғыларды ұрлау не бопсалау. 293 бап бұзақылық, 380 бап билік өкіліне қатысты зорлық-зомбылық қолдану және тағы басқалары. Негізсіз қамау фактісінің өзі жарамсыз болып табылады және қамау халықаралық стандарттар тұрғысынан заңдылық талаптарын қанағаттандыру керек және ол ұлттық заңнаманың материалдық және іс жүргізу нормаларына сәйкес келу керек. Халықаралық құқықтың жалпы принциптеріне мыналар жатады: құқық үстемдігі принципі және онымен байланысты құқықтық сенімділік принципі, мөлшерлестік принципі және озбырлықтан қорғау принципі. Егер күзетпен ұстау туралы айтатын болсақ, онда ең алдымен құқықтық сенімділіктің жалпы принципінің сақталуын қамтамасыз ету қажет. Зардап шеккен Қосшығұлов Қоспан, 52 жаста, кәсіподақ жетекшісі, Ақтау қаласы. 2022 жылғы 6 қаңтарда орталық алаңда митинг өткізушілермен кездесіп, алаңда кешке дейін болып, кешке Әмен Елеусиновке бардым. Маңғыстау арена ғимаратына 850 әскери қызметші орналастырылды. 20 адам, оның ішінде Әмен Елеусинов, Тахир және Қоспан барып, сарбаздармен кездесті. Олардың жағдайын видеоға түсіріп, кетуге дайындалып жатқанда, олардың көліктерін қоршап алды. Бұл арандатушылық болды. Барлығынан телефондар алынып, бастарына қалпақ кигізілді. 15 минуттан соң оларды басқаларға берді. Содан кейін олар контейнерге орналастырылды. Содан кейін ғана олардың басынан қалпақтарды алып тастады. Контейнерде шамамен 2 сағат ұстады. Жүріс тұрысына, мінез құлқына қарап, бұл адамдар спортшылар ұйымдасқан қылмыстық топ сияқты болды. Контейнерден кейін олар қандай да бір үйге ауыстырылды.
Үй торлармен жабдықталғандықтан оларды сонда қамап тастады. Контейнер мен үйдің қай жерде орналасқанын Куспан Кушсугулов білмеді, бірақ ол қаланың шетінде теңізге жақын деп ойлайды. Олар 7 қаңтарда кешке босатылып, қайтадан бастарына қалпақ кигізіп қалаға жеткізілді. Олар наразылық білдірушілер таратылғаннан кейін босатылғанын түсінді. Бұл ұрлауды билік ұйымдастырды деп ойлайды ол. Н. Жәбірленуші, Алматы облысы. Н. Алматы облысында тұрады. Қаңтар оқиғалары кезінде Алматы қаласына келмеді, үйде болды. 2022 жылдың 6 қаңтарында сағат 19 шамасында Қордайға аттанды. Жолда оны әскерилер ұстап, ештеңе түсіндірместен Қарасай ауданының Қошмамбет ауылындағы жаңа тергеу изоляторына апарды. Онда ұрып соғу және азаптау болды. Қайда қашасың, не істедің, не білдірдің деп сұрады. Олар көгерген іздер кеткенше 14 қаңтарға дейін ұстады және онымен бірге 15-20 адам босатылды. Шығар алдында олар еш шағымым жоқ деген қолхат жазуға міндеттелді. Олар сол жерден кетуге асығып қолхат жазып берді. Прокурор жібермес бұрын, егер біз біреуге айтсақ, тағы да қамап айып тағамыз деп ескертті. Сөйтіп, бізді 8 күн заңсыз ұстады. Адам құқықтары саласындағы халықаралық құжаттарда қатыгез, адамгершілікке жатпайтын немесе ар-намысты қорлайтын қарым-қатынас пен жазаның анықтамасы жоқ. Бұл адамдарға физикалық және психикалық тұтастық құқықтарын бұзудан және олардың қадір-қасиетін құрметтеуге барынша қорғауды қамтамасыз ету ниетімен байланысты. Сондай-ақ кез келген бас бостандығынан айыру адамды озбырлықтан қорғау мақсаттарына сәйкес келуі керек екенін атап өткен жөн. Адамдарды тұтқындауға және ұстауға, сондай-ақ оларды заң бойынша уәкілеттілік берілген адамдар ғана қамауға ала алады. Қамауға алуды жүзеге асыратын немесе адамдарды басқа жолмен бас бостандығынан айыратындардың жеке басын анықтау оңай болуы керек. Мысалы, аты жөні бар жапсырмалар немесе оңай анықталатын сәйкестендіру нөмірлері арқылы анықтауға болады. Қаңтар 2022 барысында қызметкерлердің наразылық білдірушілерді қамауға алуы арнайы киімсіз жүзеге асырылды және қамау кезінде куәлік ұсынылмады. Бұл ретте ішкі істер органдары туралы Қазақстан Республикасы заңының 5 тармағының 1 тармақшасына сәйкес қызметкерлер ішкі істер органдарының өкілеттіктерін іске асыру кезінде жеке тұлғаларға жүгінген кезде өздерін таныстыруға және қызметтік куәлігін көрсетуге міндетті. Билік қаңтар трагедиясынан кейін сабақ алған жоқ және құқық қорғау органдарының қызметкерлерін сәйкестендіру белгілерінсіз қабылдауды жалғастыруда. Осылайша 2023 жылғы 11 сәуірде Астана қаласында Қазмұнайгаз компаниясының кеңсесінде 100-ден астам бейбіт наразылық білдірген жұмыссыз мұнайшылар ұсталды. Қаңтар 2022 барысында қамауға алудың себептері нақты болған жоқ. Адамдарды олардың телефон нөмірлері қамауда ұсталғандардың мекен жай кітабында болғандығы негізінде ұстады және алаңда бейбіт түрде жүрген кезде немесе митинг орнынан түсірілген бейненің телефонда болу фактісі негізінде ұстау жағдайлары да болды. Жұбақов Ерболат, 68 жаста, Жұбақов Ринаттың әкесі, Өскемен қаласы. Ринат 9 қаңтарда үйдің жанында заңсыз ұсталды. Неліктен заңсыз? Себебі ұстауды белгісіз адамдар жүргізді. Олар ешқандай құжаттар, санкциялар және тағы басқаларын ұсынбай, Ринатты қолын бұрап алып кетті. Халықаралық стандарттар адамның қандай заңға сәйкес және қандай нақты ақпарат негізінде ұсталатынын нақты көрсетуді талап етеді. Қайғылы оқиғаның алғашқы күндерінде ұсталғандардың құқықтары барлық жерде бұзылды. Олар үшінші тұлғаға хабарлау құқығы, өз қалауы бойынша адвокат алу құқығы, медициналық көмек алу құқығы, ұстаудың заңдылығынан дау айту құқығы, өзіне қарсы куәландырмау құқығы, оның ішінде сұрақтарға жауап бермеу құқығы, қатыгездікке немесе қамауда ұстау жағдайларына шағымдану құқығы болды. Адвокатпен құпия қарым-қатынас жасау құқығы барлық адамдарға, соның ішінде қылмыстық құқық бұзушылық жасады деген айыппен қамауға алынған немесе ұсталған адамдарға қолданылады.
Наразылық акциясына қатысушыларды жаппай ұстағаннан кейін жоғалған туыстары туралы мәлімдеген азаматтардың үлкен ағымы құжатталды. Қамауға алынған адамдар үшінші тұлғаға қамауға алынғаны немесе ұсталғаны туралы және олар ұсталатын жер туралы хабарлау құқығын пайдалана алмады. Ұсталғандардың сыртқы әлеммен байланыс және танысу құқығы азаптау мен қатыгездікті қоса алғанда адам құқықтарының бұзылуынан қорғаудың негізгі кепілі. Айыпталушының өз қорғанысын дайындау қабілеті осы құқықты іске асыруға байланысты. Қайрат Қожахметов, 37 жаста, жәбірленуші, Алматы қаласы. 2022 жылғы 5 қаңтар сағат 16 немесе 17 шамасында баланың дәрі-дәрмектерін дәрігердің рецепті бойынша сатып алу үшін Қалқаман ықшамауданында нөмір 7 ауруханасы жанындағы үйден шықты. Ол көп жігіттерді көрді және олар қалада митинг өтіп жатқанын, барлық дүкендер мен дәріханалардың жабық екенін айтты. Осы кезде 2-3 көлік келіп, ішінен жарық шу гранатасын лақтырды. Ол Қожахметовтың аяғының астында жарылды. Балалар жолшыбай көлікті тоқтатып, оны салып жіберді. 12-ші қалалық ауруханаға апарды. Онда травматология бөлімінде оның сынған аяғына гипс салынды. 8 қаңтар 2022 жылы кешке арнайы жасақ ауруханаға келді. Олардың әрқайсысына 3 жауынгерден жүгіріп келіп, тыпыр етпе, әйтпесе атамыз, лаңкестер деп айқайлады. Олар қару-жарақ пен оқ-дәрілерді қайда жасырғандарын сұрады. Ұялы телефондарын алып қойды. Содан кейін Алматы қаласының Ла 155-18 мекемесіне жеткізілді. Түрмеде болған алғашқы аптада отбасымен байланысу мүмкіндігі болған жоқ. Оған үйге бірде-бір қоңырау шалуға рұқсат етілмеді. Бір аптадан кейін тергеу соты Қожахметовке 2 айға қамауға алуға санкция берді. Содан кейін прокуратура қызметкерлері оны үй қамағына алатынын хабарлады. 27 қаңтар 2022 жылы ол үйге оралды. 8 қыркүйек 2022 жылы Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 35 бабы негізінде қылмыстық құқық бұзушылық құрамының бар екендігінің дәлелденбеуіне байланысты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 272 бабы бойынша қылмыстық қудалау тоқтатылды. 28 қараша 2022 жылы Қожахметов 3-ші топтағы мүгедек деп танылды. Ұсталғандардың барлығының дәрігерлерге жүгінуге, медициналық көмек пен ем алуға құқығы бар. Бұл құқық биліктің денсаулық сақтау құқығын сақтау және адамның қадір-қасиетін құрметтеу міндетінің ажырамас бөлігі болып табылады. Құжаттау нәтижесінде бұл құқықтың қаншама рет бұзылғандығы анықталды. Бұл құқық қорғаушылардың Алматы қаласындағы тергеу изоляторындағы 40-тан астам адамның денсаулық жағдайы туралы Қазақстан Республикасындағы адам құқықтары жөніндегі уәкіліне жолдауынан туындайды. Қазақстан Республикасындағы адам құқықтары жөніндегі уәкілі Эльвира Азимованың тергеу изоляторына барғаннан кейін медициналық емдеуді қажет ететіндердің барлығы 4-ші ауруханаға стационарлық емге ауыстырылды. Жәбірленуші Бауыржан Талғардың әйелі Еспенбетова Айман, 35 жаста, Алматы облысынан. 5 қаңтарда дүкендер жұмыс істемеді. Талғар Райымбек көшесіндегі тас жолға шықты. Онда ол митинг туралы біліп, қалаға бара жатқан адамдарға қосылды. Фурманов көшесімен көтерілгенде, оның аяғының жанында граната жарылды. Ол көптеген сынықтар түріндегі аяғы мен қолынан ауыр жарақат алды. Сағат 15:30 шамасында Талғар ауруханаға түседі. Онда оған шұғыл көмек көрсетіледі. 8 қаңтарда кешке оны басқа жараланған науқастармен бірге арнайы күштер ауруханадан алып кетіп, Ти-18-ге әкеледі. Туыстары оны таба алмады. Тек 12 күннен кейін олармен тергеуші хабарласып, Талғар Ти-18-де екенін хабарлады. 8 қаңтардан 17 қаңтарға дейін ол ауруханадан алып кеткеннен бері мүлдем киімсіз болды. Аяққа операция жасалмады. Аяғы шіри бастады. 18 қаңтарда Талғарды 4-ші қалалық ауруханаға апарып, 20 қаңтарда сол жерде операция жасады. Оған Елизаров аппараты қойылды. Содан кейін оны Ти-18-ге қайтарды және 2 ақпанда еш қайда кетпеу туралы тілхат алу арқылы босатты. Содан бері Талғар 3 рет аяғына
және бір рет қолына ота жасатты. 2022 жылғы 8 қыркүйекте қылмыстық кодексінің 272 бабы бойынша қылмыстық іс қылмыстық құқық бұзушылық құрамының болмауына байланысты тоқтатылды. Бостандық және жеке басына қол сұғылмаушылық құқығын қамтамасыз ету стандарттары қандай да бір дәрежеде Қазақстан Республикасының ұлттық заңнамасында көрсетілген. Алайда, қаңтар қасіретінің құжаттамасы көрсеткендей, бұл стандарттар негізінен орындалмады. 2022 жылғы қаңтардағы оқиғалар барысында және одан кейін ұсталған адамдардың құқықтарының сақталуы туралы істер сотқа дейінгі тергеп-тексеру сатысында және халықаралық стандарттар мен ұлттық заңнаманың сақталуы туралы адам құқықтары жөніндегі халықаралық бюро комитетінің есебінен толық оқуға болады. Азаптау және басқа да зорлық-зомбылық түрлері қорқыту үшін де, олардың террористер екенін мойындату үшін де қолданылды. Қамауда отырған адамдар озбырлық пен немқұрайлылық, соның ішінде ұрып-соғу, тамақ пен судың жетіспеушілігі, камералардағы суық пен ылғалдылық туралы хабарлады. Қаңтар 2022 қаңтар оқиғалар бойынша адам құқықтары жөніндегі халықаралық әріптестіктің адам құқықтары және заңдылықты сақтау жөніндегі Қазақстандық халықаралық бюроның және Қазақстанның азаптауға қарсы үкіметтік емес ұйымдары коалициясының дүниежүзілік азаптауға қарсы ұйымымен серіктестікте біз бұдан былай жыламаймыз атты бірлескен есебі жасалды. Атап айтқанда, құқық қорғаушылар өз баяндамаларында қаңтар айында ұсталғандардың көпшілігі азапталғанын атап өтті. Адамдарды спорт залдары сияқты стандартты емес жерлерде немесе лық толы камераларда ұстады. Ыңғайсыз күйде тұруға, еденде ұйықтауға мәжбүрледі. Тамақ пен су аз берілді, немесе мүлдем берілмеді. Медициналық көмектен бас тартты. Сәйкестендіру белгілері жоқ қара форма киген қауіпсіздік қызметкерлері ұсталғандарды ұрып тастады. Олар мойындатқысы келіп, полиция бөлімшелері мен изоляторларға жеткізілгендерді электрошокерлермен азаптады, үтіктермен күйдірді. Бастарына полиэтилен пакеттер киізіп, тырнақтарының астына ине тықты. Қайнаған су құйды. 2023 жылдың басында бұл есеп Қазақстан Республикасы бас прокуратурасының, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі өкілдерінің, авторлары мен құқық қорғаушыларымен және басқа да мемлекеттік органдардың өкілдерімен таныстырылып талқыланды. Сондай-ақ заңсыз ұсталғандарды қарулы жеке күзет агенттігінің күзеті бойынша Айнабұлақ ықшам ауданы тұрғын үй контейнерінде ұстады және оларды ұрып-соғып, ішіп жеуге тыйым салды. Содан кейін олар әуежай аумағындағы басқа контейнерге ауыстырды. Онда оларды ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері мен әскерилер қабылдап, ұрып-соғуды жалғастырды. Бұл Алматы қаласындағы Түрксіб сотында ұлттық қауіпсіздік комитетінің 11 қызметкерінің іс материалдарынан белгілі болды. 2023 жылғы 5 қаңтарда айтылған Қазақстан Республикасы бас прокуратурасының мәліметтеріне сәйкес, азаптау фактілері бойынша 329 қылмыстық іс бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Істердің негізгі бөлігі сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметінің өндірісінде болды. Ал арнайы прокурорлар полиция мен ұлттық қауіпсіздік комитетінің 34 қызметкеріне қатысты қылмыстық істерді қарады. Алайда, құқық қорғау органдарының негізгі бөлігі өкінішке орай наразылық білдірушілерге шабуыл жасағаны және мыңдаған бейбіт демонстранттар мен басқа адамдарды еріксіз ұстағаны үшін ешқандай жаза алмағаны анық. Назарларыңызға рахмет. Жалғасы бар. Аман, сау болыңыздар.